Сәлеметсіз бе, құрметті студент? Бүгін біз сізбен негізгі аспап баян пәні бойынша қашықтықтан оқыту сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы композитор Супруновтың «Кукольный вальс» шығармасы. Шығарманы баян аспабында бүгін біз сізбен ойнап үйренеміз. Ең алдымен шығарманы талдауға кіріспес бұрын менің орындауымда шығарманы тыңдап көріңіз. Шығарманы аспапта ойнап үйренбестен бұрын, ең алдымен теориялық түрде талдап алайық. Шығарманы теориялық талдауға көшеміз. Бүгінгі сабағымызда біз сізбен бұл шығарманың алғашқы 8 тактісін талдап көреміз. Ең алдымен шығарманың сипатына назар аударайық. Сипаты вальс екпінінде. Ол бізде шығарманың жоғарғы жағында жазылып тұрады. Яғни вальс екпінінде болғандықтан 1-ге, 2-ге, 3-ге деп санаймыз. Ол бізде мына жерде скрипка кілтінің жанында көрсетіліп тұр. Музыкалық өлшем 3/4. Бұл дегеніміз әр тактының ішінде 3-ге саналатын ұзақтықтағы ноталар бар. Тағы да бір назар аударатын нәрсе, бұнда біз ноталардың ұзақтықтарына назар аударамыз. Ширектік ноталар кездеседі алғашқы тактісінде, 3-ші тактісінен бастап 8-дік ноталар кездеседі. Сонымен қатар, сол жағындағы, яғни бас кілтінде ойналатын ноталарға назар аударатын болсақ, мұнда да ширектік ноталар. Және тағы бір назар аударатын нәрсе, бұл бізде штрихтер. Штрихтер дегеніміз, біз өткен сабақтарда сізбен үйренгендей, ең негізгі басты бізде 3 штрих бар. Бұлар легато, нон-легато, стаккато. Осы штрихтардың ішінде бізге осы кукольный вальс шығармасында кездеседі легато штриха және стаккато штриха. Яғни, осы штрихтармен біз бұл шығарманы бастап ойнаймыз. Ең алғашқы тактісіне назар аударсаңыз, 1-ші және 2-ші нотасы өзара лига белгісімен, яғни легато штрихымен белгіленген. Яғни, бұл дегеніміз до және ми нотасын өзара үзбей біріктіріп ойнауымыз керек. 3-ші нотасы ми нотасына назар аударсақ, бұл стаккато штрихмен белгіленген. Яғни, 3-ші нота ми нотасын өте қысқа, жеке стаккато штрихмен алып ойнаймыз. Осы 1-ші тактіде сол жағына қарасаңыз, сол жағында бас кілтінде 1-ші және 2-ші ноталарды, яғни алғашқы бас нотасы мен 1-ші мажор нотасында лига белгісімен жалғанған. Яғни бірге қосып, бір-бірімен қосып ойнаймыз. 3-ші, 2-ші тұрған мажор қатарын, оны жеке мына 3-ші тұрған ми нотасымен бірге қосып, жеке стаккато ойнаймыз. 2-ші тактіде де дәл солай көрініс қайталанады. Ендігі такты 3-ші тактіге назар аударыңыз. Бұл 3-ші тактіде 8-дік ноталар орналасқан, яғни барлық 8-дік ноталар өзара лига сызығымен
жалғанған. Бұл дегеніміз, және ол төртінші тактідегі фа нотасына дейін жалғанады. Яғни бұл дегеніміз фа диез нотасынан бастап, келесі тактіде тұрған фа нотасына дейінгі аралықты біз үзбей жалғап ойнаймыз. Сол жақ қатарда үшінші және төртінші тактіде дәл бірінші және екінші тактідегідей көрініс. Дәл сол сияқты біз қайтадан ойнап шығарамыз. Ендігі бір назар аударатын нәрсе, бұл бізде саусақ, аппликатура деп атаймыз, аспапта саусақтың дұрыс орналасу реті. Қарасақ, бірінші тактіде до нотасына екінші саусақ, ми нотасына үшінші саусақпен басуымыз керек. Ал екінші тактіде бірінші до нотасын екінші саусақпен, ал соль нотасын төртінші саусақпен басамыз. Бұл саусақтармен ойнау реттілігін қазір біз аспапта ойнап көрсеткен кезде барлығы сізге түсінікті болады. Енді сізбен шығарманы баян аспабында ойнап үйренеміз. Ең алдымен біз оң жақ баспа қатарында скрипка кілтінде жазылған ноталарды жекелеме талдап алайық. Жаңағы теориялық талдауда айтып көрсеткендей, енді мен сізге соны ойнап көрсетемін. Мұқият тыңдап отырыңыз. Бірінші нота бізде, бірінші тактіде до, ми, ми. Яғни олар ширектік ноталар бізде бірге саналады әрқайсысы, үшінші до болғандықтан біз үшке санап ойнаймыз. Бірінші до және ми нотасын жалғап ойнаймыз. Бірге, екіге, үшке. Сізге түсінікті болса, тағы да бір қайталап көрсетемін. Яғни, ішімізден санап отырамыз. Бірге, екіге, үшке. Яғни, және бірінші до және екінші тұрған ми нотасын жалғап ойнаймыз. Екінші такты. Енді үшінші тактіге көшеміз. Үшінші тактіде бізде кездейсоқ кілт белгісі кездеседі. Ол бізде фа диез. Бізде фа диез белгісі, фа диез нотасы бірінші қатарда екінші қара басқышта орналасқан. Оны біз сізбен алдыңғы сабақтарда үйреніп көрген болатынбыз. Ендеше осы фа диез нотасынан үшінші такты басталады. Енді мына жерде сіз мына нотаға назар аударыңыз. Үшінші тактіде фа диез нотасынан басталғанымен, тактінің соңына қарай үшінші үлесте бізде ол қайтадан фа бекар, яғни фа таза болып ойналады. Бекар белгісі сіз білетіндей фа диез белгісінің күшін жояды. Ендеше тағы да мұқият қарап тыңдаңыз. Сізге түсінікті болар деп ойлаймын. Ендеше бірінші, екінші, үшінші, төртінші тактілерді барлығын бірге жалғастырып ойнап көремін. Бірге, екіге, үшке, бірге, екіге, үшке, бірге, екіге, үшке. Тағы да бір рет қайталап ойнаймын. Ендігі кезекте мен санауды іштей санап жүргіземін.
біз сізбен баян аспабының оң жақ баспа қатарында шығарманы талдап үйреніп көрдік. Ендігі кезекте біз сізбен баян аспабының сол жақ баспа қатарындағы ноталармен танысамыз. Нотаға қарасаңыз, бірінші тактіде бізде до мажор аккорды. Ол бізде баян аспабында міне мына жерде орналасады. Яғни екінші қатарда, баян аспабының екінші қатарында арнайы белгіленген, арнайы белгі салынған нота тұр. Бұл нота бізде до нотасы. Жанындағы қатарда бізде мажор баспасы орналасқан. Яғни осы до және мажор қатарындағы баспаларды баса отырып, біз аккордтарды ойнап шығамыз. Бірінші және екінші және үшінші тактілердің барлығында да осы до мажор аккордында ойнап тұрамыз. Төртінші тактіде ғана біз соль мажор аккордына өтеміз. Ендеше мұқият қарап отырыңыз. Мен сізге қазір осы баянның сол жақ баспа қатарындағы аккордтарды ойнап көрсетемін. Әрине, біз бұл жақ қатардағы ноталарды да міндетті түрде санаумен ойнаймыз. Бірінші до нотасы мен екінші мажор қатарындағы ноталарды біз бастапқыда айтып өткендей легато қылып жалғап ойнаймыз. Екіге, үшке, екіге, үшке, екіге, үшке, екіге, үшке. Сізге түсінікті болатын болса, тағы да бір қайталап ойнап көрсетемін. Екіге, үшке, яғни, бұл жерде сіздің ең басты назар аударатын нәрсеңіз, бұл бірінші до нотасы мен екінші мажор қатарын біз бір-бірінен үзбей жалғап аламыз. Оны мен сізге тағы да жекелеме көрсетейін. Ол бұлай болады. Екіге. Мажор қатарын басқаннан кейін бірде мен оны үземін. Екінші мажорды жеке үстінен аламын. Тағы да бір ойнап көрсетемін. Мұқият тыңдаңыз. Екіге, үшке. Жақсы, сізге түсінікті болатын болса, енді мен екі жақ баспа қатарында бірге қосып сізге ойнап көрсетейін. Бұл жерде сіздің баста назар аударатын жағдайыңыз, бұл бірінші және екінші тактілерде барлығы ширек ноталар болғандықтан, әр қайсысы бір-бірден жазылуы бойынша ойналады. Яғни, оң жақтағы до нотасын басқан кезде, сол жақтағы да до нотасын бірге басамыз. Екінші оң жақтағы ми нотасын басқан кезде, мына жақта мажор нотасын басамыз. Үшінші ми нотасын басқан кезде, екінші мажорды басамыз. Ал үшінші тактіде оң жағында бізде сегіздік ноталар, ал сол жақ баспа қатарында ширектік ноталар. Ол бізде бұлай болады. Сол жақ қатарындағы бір ширектік, яғни до нотасына, оң жақ қатарда фа диез және соль екі сегіздік нотасы ойналады. Мажорға ля және соль сегіздік ноталары, үшінші мажорға фа және ми ноталары ойналады. Мен оны сізге ойнап көрсетемін. Тыңдаңыз. Сізге түсінікті болар деп ойлаймын. Ендеше тағы да бір қайталап көрсетемін.
екінші тактіде фа нотасы бізде жарты нота және нүктесі бар. Яғни жарты нота егер нүктесімен тұратын болса, ол жалғыз өзі үшке созылып, саналып ойналады. Ендеше, оң жағында фа нотасын басып, жеке үшке санап ойнаған кезде, сол жағында соль, мажор ноталарын біз сол фа нотасының ұзақтығына ұстап ойнаймыз. Ол бұлай ойналады. Бұл төртінші тактідегі ноталар. Құрметті студент, бүгінгі біздің бейне сабағымызда көрсетілген барлық тапсырмаларды, яғни баян аспабында ойналған барлық ереже бойынша ойналған ноталарды сіз толық түсінді деп ойлаймын. Енді бұл шығарманы келесі жолы біз тағы да 4 тактісін сізбен осындай бейне сабақ арқылы талдайтын боламыз. Ал қазір мен сізге осы кукольный вальс шығармасын басқа орындаушылардың орындауында тыңдап көруді ұсынамын. Студент, осымен бүгінгі біздің бейне сабағымыз аяқталды. Сізге келесі сабаққа үй тапсырмасына кукольный вальс шығармасын мен көрсеткендей баян аспабының оң жағында жеке, сол жақ баспа қатарында жеке талдап, санап және дұрыс саусақтармен асықпай, өте баяу екпінде ойнап келу тапсырылады. Келесі кездескенше сау болыңыз.